Барша ассалаумалейкум достар. Бүгін бізде Kia Sorento автокөлігі. Бұл көлікте алдыңғы стеклоподъемник жасамай тұр. Қалған жақтары жасап тұр. Тек қана водительский жағы жасамай тұр. Осыны көру үшін қазір біз обшивканы шешетін боламыз. Обшивканы шешу үшін мына жерде 1, 2 саморез, ручканың астында 3-ші, және мына жерде тағы да 4-шісі бар. Осының жанында тағы бір саморез. Осыға шешкеннен кейін обшивканы шешіп аламыз. Мінекей бізде стеклоподъемниктің моторчигі. Бұл жердегі қарасақ 3, 4, 5, 6 провод келіп тұр, 6 сымыз келіп тұр. Осындай көп сым келіп тұрса, олардың жасау системасы ортасында плюс пен минус келіп тұрады, ал қалған үстіндегілері ол біздің басқаратын, яғни кнопкадан шығатын управление дейді, басқаратын сымдарымыз. Сол үшін бірінші қазір біз тексере аламыз, плюс пен минус келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па. Ол үшін штекерді қазір мен шешем. Бізде ортасында плюс пен минус келу керек. Ортасында плюс келіп тұр, және де минус келіп тұр. Ал қалған жанындағы контактілер бізде кнопкадан келу керек. Тексере аламыз, кнопкадан келе ме, келмей ме. Көтеріп түсіп қараймыз қазір. Көтеріп атым келіп тұр. Так, келесі. Бұндай ештеңе жоқ. Енді түсіретін контакт болу керек. Түсіруге келіп тұр. Яғни бізге көтеруге де, түсіруге де кнопкадан келіп тұр. Енді қазір моторчикті шешіп, тағы бір тексере көрейік. Себебі бізде механизм қалай екенін білмейміз, сондықтан моторчиктің өзін тексеріп аламыз. Моторчик салып, түсіріп көрем, түсіруге жасамайды, көтереміз енді. Көтеруге жасайды, бірақ түсіруге жасамайды. Енді моторчикті ашып, тексеретін боламыз. Қолымызда моторчик, енді осы моторчикті шешу үшін мына жерде 2 қыстырып тұрған защелканы ашып, біздер ішінде платысын сорып аламыз. Мінекей платысы. Іште бұл жерде мына реле бар. Осы реле мына моторчикке тоқ жібереді, яғни түсіруге және де көтеруге. Бірінші кнопкадан бізге осы релеге управление келеді, яғни басқарады. Ал реле ар жағында өзі осы моторчикке 2 контакт арқылы, мінекей 2 контакт арқылы біздің моторчигімізді қозғайды әрі-бері, яғни жоғарыға және де төмен қарай. Болмаса түсіреді, болмаса көтереді. Мінекей ішінде 2 контакт бар моторчиктің біздің. Осы 2 контактыге біздің реледен шығып барып, осы контакт арқылы бізге тоқ жүреді. Енді осыны қазір, осы релені қазір алмастырып көреміз. Себебі бізде кнопкадан управление шығып тұр. Мына штекергеден келіп тұр управление. Ол бірақ ішінен моторчикке дейін бармай тұр. Сондықтан осы релені алмастырып көру керек. Релені шешу үшін реленің контактілерін пайкілеп босатып аламыз. Реленің контактілерін сосын шығарып аламыз бері қарай. Мінекей релені алып тастадым. Қазір контактілерін алып тастайым. Оның орнына мінекей біздің жаңадан алынған релемізді салатын боламыз. Пайкілеп. Моторчикті орнына салдым. Енді тексеріп көрем. Түсірем. Көтерем. Енді қазір моторчикті өзінің орнына салып көреміз. Қараймыз. Моторчикті орнына салып.
жұмысымыз аяқталды, тағы бір тексеріп жібереміз. Түсті, енді көтереміз.